Good day students, how are you? Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 5-ші сынып English Plus Students Book'тағы 23-ші беттегі тақырыпты өтетін боламыз. Оқушылар, бізде бірінші орындайтын тапсырма complete the crossword, яғни кроссвордты толықтыр деген. Write the opposites of the words in the box. Мына қоршауда тұрған сөздердің қарама қайшысын жазуымыз қажет. Мысалы, біріншісінде popular, unpopular сөз жазылған, оның бізде opposite, яғни қарама қайшысы, бізде антонимі popular болады. Келесі екінші бізде interesting деп тұр, бізге interesting, яғни қызықты дегеннің антонимі boring, яғни ішпыстырарлық болады. Terrible ол бізде қорқынышты, яғни ужасный деген. Қарама қайшы сөз біз great сөзін жазсақ болады. Келесі expensive ол бізде қымбат деген, оны арзан деп біз ағылшынша cheap деп айтамыз. Келесі соңғы difficult қиын, easy болады, оңай деген. The next exercise number 2, what is in July's room? Unscramble the letters and label the picture. Оқушылар, Джулидің үйінде не болып жатыр деген, астындағы сөздерді, яғни әріптерін дұрыс орынға қойып, жазуымыз қажет екен. Мысалы, біріншісінде спорт сөзі шыққан. Екінші бізде films болады, үште animals, төртте games, бесінші singer, алтыншы food, соңғы жетінші бізде team болады. Келесі оқушылар үшінші жаттығу find 5 more words for favorite things. Use the extra letters to spell a sport. Оқушылар, мына жерде бізде сөздер тұр, сол сөздердің арасында бізде артық сөздер бар. Сол артық сөздерден бізде бір спорттың түрі шығады, яғни сүйік. Мына жерде, яғни the mystery sport is, яғни жасырынған спорт бұл деп табуымыз қажет екен. Ал бірінші бізде 5 сөзді жазып алайық. Бірінші TV program, color, place, films, star, team деген сөздер шығады. Енді бізде спорттың түрі, яғни артық әріптерді қараймыз. Ол бізде рагби спортының аты шығады, яғни спорттың жасырынған спорт түрі рагби. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye, students.